Ене мен келін оқиғасы, босаға аттау. Айжан қалада өскен, жоғары білімді, өзіне сенімді жас қыз. Ол ауылдағы дәстүрлерді құрметтегенімен, өзі еркін ойлайтын, заманға сай келін болғысы келеді. Алайда тағдыр оны нағыз ауылдың тәрбиесін көрген қатал ене Қамар апамен табыстырды. Жас келін босаға аттаған алғашқы күннен-ақ енесінің сынағына ұшырады. Қамар апа оның әрбір ісін бақылап, қателігін тапқысы келетіндей көрінді. Жеңгең сияқты бол, қызым, үндемей жүріп тірлігіңді істе. Еркекке сөз қайтару қателік, деді енесі шай үстінде. Бірақ Айжан мұндай тәртіпке көнгісі келмеді. Алайда бұл тек бастамасы ғана еді. Айжан таңертең ерте тұрып, сиыр саууды үйренгісі келгенімен, қолы көнбеген соң шелекті құлатып алды. Қамар апа оған бір тіксіне қарады да: өзің қалада өскенсің, ауылға келіп бұл өмірге үйренуің керек, әйтпесе менің үйімде орның жоқ, деді. Айжан көзіне жас алып, бірақ берілмейтінін түсінді. Ол өзіне сөз берді: мен бәрін үйренемін, бәрін жасай аламын. Бірақ бұл тек бірінші сынақ еді. Айжан үйдің ескі бөлмесін жинап жүріп, бір ескі сандық тауып алды. Оның ішінде сарғайған хаттар бар екен. Бұл хаттар Қамар апаның жас кезіндегі ғашығының хаттары болып шықты. Бірақ Айжан оларды оқи алмады. Сол кезде есіктің сықыры естілді. Қамар апа Айжанға күдікті көзбен қарап тұрды. «Не іздеп жүрсің?» деді ол суық үнмен. Айжан ақталғанымен енді бұл сандық оның жанын жай таптырмайтын болды. Ол мұның сырын білу керек екенін түсінді. Айжанның ойында күні-түні сол сандық. Ішінде сарғайған хаттарда не жазылғаны оған өте қатты қызық болды. Алайда ол Қамар апасынан қатты қорықты. Бір кездері қатты ойлағандықтан Айжан сандықтағы хаттардың сырын ашуға бел буды. Ол хаттарда Қамар апаның бұрынғы ғашығы Сейілбек деген жігіттің есімі жазылған. Бірақ бұл есімді ешкім атамайды. Бірде Айжан ауылдағы әжелердің бірінен сұрады. Айжан бүкіл қорқынышын жинап, Сейілбек деген кім деп әжейден сұрады. Әжей күрсініп: «Ай, қарағым-ай, Сейілбек деген ауылдағы жігіттердің арасындағы сұлтаны болған, халық арасында тараған ер жігіттің нағыз өзі еді. Алайда бір күні оның әке-шешесі атастырып қойған қызы бар екенін Қамар апаға жеткізген болатын. Сол күннен бастап Қамар апа мен Сейілбек бір-бірімен мүлдем бет көріспеді». Айжан Сейілбек туралы көбірек білгісі келді. Бір күні ауылдың ескі қоймасының ішінен көне фотосурет тауып алды. Суретте жас Қамар апа мен қасындағы сымбатты жігіт тұр. Айжан бұл суретті қорқып енесіне көрсетуді жөн санады. Қамар апа оның қолынан жұлып алып: «Бұны қайдан алдың? Оны ешкім еске алмауы керек», деп ашуланды. Бұл құпияның астарында үлкен сыр бар екенін Айжан анық түсінді. Айжан мен Қамар апа, яғни енесінің арасында үлкен бір ұрыс болды. Ол ұрыс Сейілбектің фотосуретін тауып алуында еді. Қамар апа Сейілбек деген атты естісе, өзімен-өзі тұрып жынданатын. Бұған себеп Сейілбек көрші ауылдағы қызбен атастырылып қоюында. Атастырылғанын тек әке-шешесі оған Қамарға үйленетін кезде ғана айтты. Салт бойынша атастырылып қойған ер жігіт пен қыз міндетті түрде ата-баба жолын қуып бірге үйлену керек болатын. Сондықтан Сейілбек пен Қамар бір-бірінен мүлде алшақтауды дұрыс санады.
сейілбектің атастырып қойған қызы көрші ауылдағы бір байдың қызы болатын. Ол байдың қызы болғандықтан сейілбекті менсініп те тұрған жоқ. Байдың қызы Мейрамкүл тек қана ата-ана разылығы үшін сейілбекке үйленуді құп санады. Алайда оның да сезімі басқа адамда еді. Жастары 25-ке келгенде олар бірге үйленетін болды. Үйлену тойы өткен соң ешқандай арада сезім тумады. Тек қана бір үйде тұратындығы болмаса, ешқандай сезім де, тіпті бір-бірімен сөйлесу де жоқ. Жатқанда төртеу, тұрғанда екеу болып, сейілбек пен Мейрамкүл осылай өмірлерін өткізе бастады. Екеуінің арасында сезім болмағандықтан сейілбектің ұрпақ жалғар баласы да болмады. Үйде ешқандай үн жоқ. Құтты бір-бірін танымай, тек бір дастархан басында тамақ ішетін адамдар секілді. Кешкі асқа барлық отбасы мүшесі жиылған сәтте сейілбектің анасы сөз бастап сөйлей бастады. Әңгімесі немере сүйгім келеді деп басталды. Оны естіген сейілбек пен Мейрамкүл бір-біріне қарап үндемей тұрды. Жай ғана анасының сұрағына жауап қату үшін тіл қатып сейілбек сөйледі. Тек жарайды, бұйырғаны болар деп жылы қабақ танытты. Ауылда наурыз тойы болатын. Сол тойда бүкіл ауыл жиналған, сейілбек те, Қамар апа да бар. Екеуі сол тойда бір-бірін қайта кездестірді. Көздері от шашып тұр, бір-біріне қайта ғашық болғандай. Оны көрген Мейрамкүлдің абысындары, жеңгелері Мейрамкүлге бір-біріне ғашық көзбен қарап тұр деп сыбыс естірте бастады. Оны естіген Мейрамкүл қатты ашуланып, үйде айғай-шу шығарды. Бұл ұрысты көріп тұрған сейілбектің анасы екеуін тоқтатпаққа бекінді. Алайда бұл ұрыстың соңы әлі күнге дейін бітпей келеді. Жеңгелері Мейрамкүлге сейілбек пен Қамар апаның бұрында қыз-жігіт болып жүргенін, қандай естеліктері бар екенін барлығын жеткізіп барады. Оны естіп, Мейрамкүл үйден кетпекші болады. Киімдерін жинап жатқан Мейрамкүлді көрген енесі оны тоқтатпақшы болады. Қайда барасың? Қайда кетпексің? Сен бұл үйден кетсең, елге қарабет боласың. Өз жұртыңа барғанда сені ешкім сыйдырмайды, деп енесі Мейрамкүлге айғайлай бастайды. Мейрамкүл мен енесінің арасында үлкен айғай-шу шығады. Мейрамкүл бұл үйде тек атастырылып қойғаны үшін сейілбекке тұрмысқа шыққанын және де сейілбекке деген ешқандай сезімі жоқ екенін барлығын енесінің бетіне жайып салады. Оны естіген енесі бірден талып қалады. Мейрамкүл енесінің көз алдында талып қалғанын көріп қатты қорқады. Сол кезде ол сейілбектің қарындасы мен әпкесін үйге қарай кіріп келе жатқанын көреді. Түрі сұстанып, одан сайын қорқып кетті. Сейілбектің әпкесі мен қарындасы анасының талып жатқанын көріп, Мейрамкүлге айғайлай бастайды. Мейрамкүлге: «Сен неге олай айттың? Неге менің анам бұлай ешқашан талып қалмаған? Не дедің? Не істеп қойдың?» деп екеуі екі жақтан Мейрамкүлге атыла бастады. Мейрамкүл енесіне барлық жайтты айтқанын екі қызына да айтып берді. Алайда «Менің кінәм жоқ, мен ештеңе істемедім» деп сейілбектің әпкесі мен қарындасына Мейрамкүл ақтала бастады. Анасының талып қалғанын көрген сейілбек Мейрамкүлге қарай атыла бастады. «Менің анама сен дұрыс қарамадың, күнделікті дәрісін бермегенсің, өлтіргің келе ме?» деп айқайлап жіберді.
Өте ыңғайсыз жағдайға қалған Мейрамкүл өзін іштей кінәлі сезінсе де, сырттай менің кінәм жоқ қой деген оймен тұрды. Анасын больницаға апарған кезде миына қан құйылып кеткенін Сейілбекке баласына айтты. Баласы оны естіп қатты жылады. Анасынан айырылып қалғанын Мейрамкүлден көріп, Сейілбек Мейрамкүлді үйден өзі қуып шықты. Кет бұл үйден, енді мені ұмыт деп Мейрамкүлге қатты сөйледі де қолынан сүйреп есіктен шығарып тастады. Осымен біздің әңгімеміздің бірінші бөлімі аяқталды. Егер әңгіме сізге ұнаған болса, өз ой-пікіріңізді комментарийға қалдырып, видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта қызық әңгімелер, болған оқиғалар, аудио кітаптар шығаратын боламын. Каналымды жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыз.